Баршаңызға қайырлы күн достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай керемет дәмді, витаминге өте толы, өте пайдалы салат әзірлейтін боламыз. Видеома лайк басып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен түрлі түсті қырыққабатымызды пышақтың көмегімен осылай бөліп шығатын боламыз. Енді орташа көлемдегі сәбізімізді қиғашына кесіп шығатын боламыз. Орташа көлемдегі картошкамызды осындай жіңішке етіп турап шығатын боламыз. Алдын ала қайнатылған суымызға шым-шым тұз салып, сәбізімізді, түрлі түсті капустамызды, қырыққабатымыз яғни және картоғымыз салып, картошкамызды 6-7 минут пісіріп алатын боламыз. Енді тауықтың төсетін маринадтайтын боламыз. Тұз, қара бұрыш және паприка салып, жақсылап араластырамыз. Алдын ала қызып тұрған 180 градусқа духовкамызға 20-25 минут пісіріп алатын боламыз. Енді барлық пісіріп алған көкөністерімізді алдын ала суытып, үлкен ыдысымызға саламыз. Ең алдымен қиярымызды видеодағыдай турап шығатын боламыз. Енді қызанағымызды көбіктеп турасаңыздар да болады, ұзынша етіп турасаңыздар да болады. Мен жұмыртқаны алдын ала пісіріп алдым, толықтай суытып, көбіктеп турап шығатын боламыз. Бір дана чесногымызды майда теркадан өткізесіздер, болмаса майлап пышақтың көмегімен майлап шықсаңыздар болады. Енді укропымызды майлап турап шығамыз.
алдын ала пісіріп алған тауықтың төс етін толықтай суытып, кубиктеп тура шығатын боламыз. Енді татымына қарай соя тұздығын, майонез, паприка, қара бұрыш салып, жақсылап біріккенше араластыратын боламыз. Міндетті түрде әзірлеп көріңіздер, өте дәмді салат және пайдалы салат. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, видеома лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Осы видеоға қатысты пікірлеріңіз болса, комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Алдыңғы уақытта керемет дәмді рецепттерімді жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Қазақша контентті каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып, арнама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Бауырсақ Фуд. Ас болсын.